мынандай шараға шақырған Барман балам саған рахмет. Мен енді жаңа айтқандай Қобыланның Қобыланды бабамыздың асыл сүйегі жатқан жер Жиренқоға ауылының тумасымын. Мынандай елімізге келіп, ауданымызға келіп, мынандай баланың, армандай баламыздың елге адалды абырой қызмет істеп жатқанына қатты қуанамын. Осындай жастардан кәдімгі тәрбиелік, мынандай мағынасы тәрбиелік алатын керемет анау Арнау деген кітабын оқып көргенмін. Бүгін енді мынау Қазына деген кітабы керемет тақырыптар қозғалып, қандай әдемі өлеңдер шыққан екен. Ана өлеңдерді оқыса, мынау жастарға әрқайсысына бір ой салатындай тәрбиелік мәні бар керемет әндер екен. Рахмет жаным. Мынандай Алла саған Алланың берген сыйы. Ақындық деген ол Алланың берген сыйы. Солай айтам, бірақ та әрине мен анау Арнау деген өлеңді кітабын көргенімде, Алла мына бала жаста болса, мынау бала кезінен есті сөзді естіп өскен баланың несі жаңағы алдағы өмірі бөлек болатын. Мынау қазыналы қариялардың әңгімесін, мынау ертегісін, жырын тыңдаған бала шығар деген ойға